Жаңадан жүгіріп барасыздар, беттеріне сөздер, жүгіріп кетіп менің бетіне сөздер. Кім бірінші конкретті менің бетіне сөз, точно жеңеді. Все, қиын ештеңесі жоқ. Үш дегенде үш, бас! Нәпсі менен шайтанға құлдай болдық. Азғындап неге біздер мұндай болдық. Жұмақтан үміт етіп жүргенменен, ұяттан осы күнде жұрдай болдық. Той басқарып, мәз болып талай бауыр, зәулім салтанат сарайда жүр. Ойсыз ойын көбейді, нәрсіз сөздер, өзгеріс керек бізге, қалайда бір. Бір сәтке тыңдаңдаршы, нан талаптар, арсыздықты барынша балталап қал. Тойға келген өзіңнің қарындасың, ұятын қарындастың қалқалап қал. Ал сен болсаң, алаңсыз аунатасың. Абыройын ашасың, сорлатасың. Әкесі мен анасын арғатасың. Көрген жұртқа еріксіз қарғатасың. Талқандап намыс дейтін тасқамалды, билетіп уға тойған бәтшағарды, қыздырып той жүргіздім дегенменен қоздырып жатырсың ғой басқаларды. Бәлкім сені қол соғып жұрт мақтайды, бір күні дәуреніңіз кілт тоқтайды. Осы беттен қайтпасаң тәубә қылып, ұрпақтың өзегіне құрт қаптайды. Орысқа ұнамайды бас бірлігің, Қытай тұр ұмытса деп қасқырлығын. Өзіміз өзімізді түземесек, қазақтың кім ойлайды дәстүр дінін? Арсыз болсаң шығады асыл қайдан, есер қылық етеді есің дойран. Мұның бәрі түймедей көрінгенмен, ұлтқа деген қастандық осындайдан. Есіңізден шықпасын ел әдебі, әдеппен өткен тойың ең әдемі. Ақшадан да маңызды әр қазақтың арын жақсы көріңдер ең әуелі.